Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыздар. Кім кезекші? Дастан кім жоқ? Олай болса, балалар, сабағымызды бастайық. Сабақты бастамас бұрын сабаққа деген көңіл күйімізді көтеріп алайық, логикалық ойлау қабілетімізді дамытып алайық. Ол үшін бұл жерде отырған оқушылар және ұстаздар барлықтарыңызды іштеріңізде бір сан ойлаңыздар. Ойлаңыздар ма? Сол санды өзіне-өзін қосыңыздар. Шыққан санды үшке көбейтеміз. Көбейтіндіден шыққан санды бастап ойлаған санға бөлейік. Шықты ма? Оған бірді қосамыз. Барлығымызда 7 деген сан шықты ма? Керемет. Олай болса балалар, 7 деген санымыз біздің қазақ халқында өте 7, 9 деген сандар киелі сандар. Яғни біздің ұлттық құндылығымыздың бірі. Олай болса балалар, бүгінгі елбасымыз айтпақшы, өткенді білмей болашаққа ұмтылу мүмкін емес деген, яғни бір жақсы сөзбенен, яғни өткенді білмей алға қарай не істей алмай дегенбіз, ұмтыла алмай дегенбіз. Сол үшін үй тапсырмасын қандай тақырып берілді? Қатты лемлердің қысымы. Енді қазір балалар, барлықтарыңыз телефондарыңызды алыңыздар. Қазір сіздерге үй тапсырмасын ссылка жібереміз. Сол ссылканы ашып, ссылка бойынша үй тапсырмасын орындаймыз. Балалар, бүгінгі ашық сабақта көптеген тапсырмалар бар. Ылғи сабақта айтамын мен сіздерге. Жаңағы шапшаңдық, логикалық ойлау қабілеттеріңізді не істеуіміз керек еді, дамытып отыруымыз керек. Дұрыс. Сәйкестендіреміз, керемет. Дұрыс. Керемет. Енді әрқайсымыз қаншауы сұрақтың, қаншауы дұрыс, қаншауы қате. Алдарыңызда бағалау парағы, бағалау шкалалары тұр. Бағалау парағына қанша балаларыңыздар және біздің ұлттық құндылығымыздың бірі домбыра аспабы. Алдарыңызда домбыра шкаласы тұр. Сол бойынша жоғарыға көтеріп, әрқайсымыз көтеріңіздерші. Мына керемет. Көтереміз. Енді осы алған балдарыңызды бағалау парағына түсіріп отырайық. Әр тапсырма сайын. Тақырыпты ашпас бұрын мен сіздерге психологиялық сұрақ. Яғни мынау яғни бұлар қандай дене балалар? Ал енді мынау қыстың күнгі көрініс. Мынау енді көктем шығып келе жатыр, мына шықты. Бізде қар болған болмаса, яғни көктем шығып, жер бәрі гүлдері ашып, яғни жер бәрі көгереді, ауа не істейді? Тазарады. Ал енді қалада фабрика заводтар бар, олардан ол қалада көліктер көп, олардан шыққан түтіндердің барлығы ауаны не істейді? Ластайды. Яғни бұны бір сөзбен айтқанда не деп айтамыз? Газдар деп айтамыз. Дұрыс. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұйықтар мен газдардың қысымы Паскаль заңы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары 7-3-1-4 газ қысымының молекулалық құрылымының негізінде түсіндіру, 7-3-1-5 сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруды қолдану. Сабақтың мақсаты сұйықтар мен газдардағы қысым Паскаль заңын біледі, газ қысымының молекулалық құрылымы негізінде түсіндіреміз. Сұйықтардағы гидростатикалық қысым формуласын біледі және оны есептер шығаруды істейді екенбіз, қолданады екенбіз. Ал енді балалар, енді осы Паскаль, яғни бүгінгі сабағымызда Паскаль заңы деп отырмыз ғой, сұйықтар мен газдардағы қысым Паскаль заңы. Енді осы Паскаль ғалымымыз өзінің осы шығарған заңын
сіздерге ұсынып отыр. Соңғысынан өзінің аузынан тыңдайық. Benim adım Blaise Pascal. Адамзаттың көп жылдар бойы сұрап жүрген сұрақтарына жауап беру жолында ғылымды зерттеу менің өмірімнің мәніне айналды. Сіздердің алдарыңызда тұрып, менің ашқан маңызды жаңалығым Паскаль заңын түсіндіруді мақсат етіп отырмын. Бәрі өте қарапайым тәжірибеден басталды. Су немесе басқа да сұйықтықтарды белгілі бір ыстап құйған кезімізде олардың төменгі жағынан түсетін қысым жайында ойлана бастадым. Бұл қысым неге байланысты өзгеретінін білуге тырыстым. Жүйелі зерттеулерімнің бірінде мен шприц пен гидравликалық шардың көмегімен тәжірибе жасап көрдім. Алғашында мен қарапайым шприцті қолданып көрдім. Оның паршенін басқан кезде ішіндегі су қысымы барлық жаққа бірдей таралатынын байқадым. Бұл маған ой салды. Сол шприцтің ішінде мен көрмеген, бірақ сезінген нәрсе болды — қысым. Әрине, қысымды мен ғана сезіп қойған жоқпын, ол барлық жерде болды. Содан кейін гидравликалық шарды қолдана отырып тәжірибелерді жалғастырдым. Мен екі өзара байланысқан цилиндрді толтырып, бір цилиндрдегі суды басқанда, екінші цилиндрдегі судың бірдей қозғалғанын көрдім. Бұл өте қызықты болды, себебі екі цилиндрдің өлшемдері әртүрлі еді. Топтық жұмыс. Қазір мен сіздерге топтық тапсырмалар беремін. Яғни сол топтық тапсырма кітапты ашамыз, дәптерді ашамыз. Осыған байланысты топпенен не істейміз? Нұрдәулет, бері қарай мына жерге кел. Міне газ қолына мына жерге қышым қолына. Топтық жұмыс топпенен жұмыс жасайды. Газ қолы дайын екен. Сұйық қолы да дайын екен. Олай болса, бірінші болған, яғни белгіленген газ қолына бастайық. Келе қойыңыздар. Сұрақтарыңызды оқып. Төмен орналасқан сайын оның ішіндегі қысым соғұрлым жоғары болады. Мысал келтір, қайнап жатқан шайнектің ішінде су буының қысымы жоғары болады, сондықтан қақпаға тіреледі. Бар ма қозғалыңыз? Қозғалыңыздар. Егер де газ бен молекулалар бір-біріне жақын орналасқан болса, яғни көлемі кішірейсе, қысым қалай өзгереді? Егер газ молекулалары бір-біріне жақын орналасса, және газдың көлемі кішірейсе, қысым артады. Себебі молекулалар бір-біріне жиі соқтығысып, қысым қабырғасына жиі және қаттырақ соғылады. Бұл құбылыс биыл заң сипаттайтын, яғни көлем азайса, қысым өседі. Бұл жағдайда өмірде мысал келтірді. Біз екі мысал келтірдік. Біздің бірінші мысалымыз, егер бетке 10 адам кірсе, олар қысылмай тұрады. Ал егер одан көп адам кірсе, олар тұрған жері тартылып, олар бір-біріне қысылады. Яғни соқтығысып, Доңғалағын ауаға айдағанда көлемі кішірейеді, ал ішіндегі ауа қысым артады. Болдық па? Сұйықтардың қысымын сипаттаңдар. Сұйықтардың қысымы гидростатикалық қысым. Сұйықтықтың тығыздығына, оның тереңдігіне және де ауырлық күшінің теуімен анықталады. Ал сипаттайтын болсақ, тереңдік артқан сайын қысым да артады. Мысал келтіретін болсақ, теңіз түбіне тереңдеген сайын қысым да жоғарылай береді. Ал екіншісі, қысым барлық бағытта бірдей беріледі. Және де үшіншісі, сұйықтардың тығыздығына жоғары болған сайын қысымы да үлкен болады. Газдың қысымын молекулалар деңгейінен түсіндіре отырып, қысымның температураға, көлемге және молекулалардың қозғалысына қалай байланысты екенін түсіндіреді. Газ қысымы молекула деңгейде газ молекулаларының ретсіз қозғалысы мен ыдыс қабырғаларына соқтығысының нәтижесінде пайда болады. Ал қысым мен температураның байланысы, мысалы, егер де молекулалар мен атомдардың температурасы жоғарыласа, қысым артады. Енді түсіндіріңіздер. Сіздер не алдыңыздар, не істедіңіздер? Біз бұл тәжірибеде су сұйықтық олы төмен қаратты, қай жақта көп қысым, қай жаққа
Jibir. Kırma bura. Mana. Ya'ni dengiz tömendеген сайын судың жылдамдығы төмендегенде Qism o'tgan o'sha asta chiqaradi tushib turibdi. дұрыс. Яғни барлық қабат қай жаққа қарай қысым беріп тұр? Төменге қарай беріп тұр екен. Міне, керемет тәжірибе. Балалар бірінші топтық жұмыс теория жүзінде білдік, тәжірибе жүзінде көрдік, қолданыстыра. Енді балалар жеке жұмыс формулары сыры әдісі. Кітап дәптер алдарыңызда, кітаптарыңыз дәптерлеріңізді ашыңыздар. Яғни осы тақырыпта 4-2 жастыру. Бірінші топқа бірінші есебі, екінші топқа екінші есеп, үшінші топқа үшінші есебі. Бұл тақтаға алып, тақтаны теңге үшке бөліп. Келіңіздер. Орасы. Сенікі үшінші, сенікі екінші. Келіңіздер. Қалған оқушылар орныңызда отырып орындаймыз. Дұрыс керемет. Яғни есеп берген, биіктік берген, яғни ертеңнен су берген, яғни бұл жерде менің мынау 800 деген, яғни бұл жерде сүйіп, тағы керосиннің тығысы керек, бұл жерде керосин тығыздың алдында шешуі. Дұрыс. Яғни бұл жерде дискриптор-менен бағалаймыз. Яғни кім? Аңсар. Есептің шартын жазалды, халықаралық біліктер жүйесіне келтіре алады. Яғни бұл жерде тек қана бір си жүйесіне берді. Яғни негізгі формаларды түрлендіріп, негізгі шаматыны таба алды. Кәмсіздікті. Отыра қойыңыздар, керемет. Қалған оқушылар, дәптерге жазып, тақтаға. Енді бүгінгі сабақта теориямен өттік, тәжірибе жасадық, есеп шығардық. Енді бүгінгі сабақты бекіту үшін балалар миллион күнге бұйырады. 7-ші сыныпқа бұйырады екен, жоқ басқа біреуге бұйырып кетеді екен, қазір көреміз. Қатты деген қысымды қалай жеткізеді? Bir vaqtda ana жеткізеді. Жан ашып көрейік. Ой, керемет. Сұйықтар мен газдар неліктен қысымды барлық жаққа бірдей жеткізеді? Асылхан. Сұйықтардың қозғалуы. Тағы сұйықтар қозғалуы. Дұрыс емес екен. Ақ жүрек. Оларды құрайды еркін және бейгерге қозғалып тән тексеріп көрейік. Ой, керемет, тамаша. Аздай шегемі келесі сұраққа жауап береміз. Газ газаны қалай аталады? Кәні. Асылжан. Сұйыққа немесе газға тіреген қысым барлық бойынша өзгерістер беріледі. Өзгеріссіз беріледі. Тән тексеріп көрейік. Ой, керемет. Дұрыс. Неліктен газдың қысымы суылғанда артады, ұлғайғанда кемейді? Білмай. Көлемі кішірейтсе қысымды артады, көлемі ұлғайса қысым кемейді. Кәні тексерейік. Ой, тамаша. Яғни бұл дегеніміз бүгінгі сабақты жақсы түсіндіресіз. Сұйық қабаты неғұрлым төмен болған сайын қысым соғұрлым қандай болады. Бақдәулет. Үлкен болады. Кәні. Ой, тамаша. Без басқа қай елмен қабылған? Адихан. Француз бекен кәмпіліз. Ой, тамаша. Білегетімізде? Гидростатикалық қысым формула. Жаңа есеп шығарған формуламыз. Тағы кім? Нұрдәулет. Биіктен Биіктен рожияш десей, пиғаштық тұрма рожияш. Сонау сысын. Білегетіміз. Ауырлық
есе көп. 100 еседен яғни келеді. Яғни балалар барлық нәрсенің өзінің соңында қорытындысы болады, қорытынды. Яғни бүгінгі қорытынды сұрақтар. Екі бірдей жабық ыдыстағы газдың массалары бірдей. Осы ыдыстардың бірі жылы бөлмеде, екінші суық бөлмеде тұр. Ыдыстардың қайсысындағы газдың қысымы артық? Неліктен? Кәні, неліктен? Екі бірдей жабық ыдыстағы газдың массалары бірдей дейді. Массалар екі ыдыста, массалар бірдей екен. Осы ыдыстардың бірі жылы бөлмеде, яғни жылы бөлмеде тұр. Екіншісі суық бөлмеде тұр. Суық бөлмеде тұр. Ыдыстардың қайсысындағы газдың қысымы артық? Неліктен дейді. Жылы бөлмеде ыдыстағы қысымы артық. Не себепті? Неліктен деп. өйткені газдың жылдамдығы температура артқан сайын жоғары. Дұрыс, керемет. Яғни жылы бөлмеде температуралар қалай қозғалады екен балалар? Жылдам қозғалады екен. Теңдердің үш түрлі жағдайлары берілген. Үш жағдайдағы бошын астындағы газ қысымы бірдей ме? Жауабыңызды түсіндірмейді. Мақсат сен айтады. Цилиндр төменде тұрған сұйықтардың Яғни мынау үш ыдыстың қайсысы екен? Бірінші ма, екінші ма, үшіншісі ма? Үшіншісі. сұйық төмендеген сайын қысым артады. Керемет. Енді балалар, бүгінгі сабақта көз, құлақ, жүрек әдісі. Бүгінгі сабақта көзбен не көрдік? Құлақпен не естідік қазір? Құлақпен не естідік? Яғни осы көзбен көрген, құлақпен естігенімізді жүрекке түйіп, оны өмір бойы өзімізге азық етіп естиміз, пайдаланамыз, Сондықтан алдарыңызда стикер тұр. Бүгінгі сабақ бойынша не көрдіңіздер, не естідіңіздер, және жүрекке болсын іште не түйдіңіздер, соны жазып, тақтада кері байланыс, яғни көзге, құлаққа, жүрекке апарып жабыстырасыздар.